Сәлем балалар, қал жағдайларыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен 3-ші модульдің ең соңғы сабағы 10-ші сабағын жасайтын боламыз. Exercise 1. Look and write. Қараймыз және жазамыз. Суретке қарап, қандай ойын түр екен жазамыз. Мысалы, біріншісі қуалап ойна, бұл tag. Нөліншісі, я. Енді біріншісі бұл шахматы. Шахматы бізде chess. Екі бізде классики деп аталады, hopscotch. 3 бізде table tennis, үстел теннис. 4 badminton, 5 хоккей. Келесі екінші жаттығу number the pictures. Суреттерді реттік санын жазып қойып шығамыз. Суретпен, яғни мына жерде атауларын сәйкестендіреміз. 1 бізде берілген tambourine, 0 берілген бізде, кешірім сұраймын. 1 бізде piano, бұл бізде C суреті. 2 домбыра, бұл бізде D суреті. Flute, бұл бізде флейта, бұл бізде F суреті, осындай саз деп айтама, сырнай деп айтама әлде. 4 drum, бұл бізде барабаны, E суреті. 5 violin, бұл бізде скрипка, B суреті екен. Келесі грамматикалық жаттығу read and choose. Оқимыз және дұрыс жауабын таңдаймыз. Естеріңізге сала кетейін. I-ға am болады, he, she, it-ға is қолданамыз, we, you, they-ға are қолданамыз. I am біріншісі, нөліншісі бізге мысал ретінде берілген. Бірден бастап жасаймыз. You playing hopscotch. You-ға are қолданамыз әрине. He having a race, he isn't болады. 3 they-ға біз are қолданамыз, are they playing music. 4 we are болады. Және ең соңғысы 5 it is болады, it is raining дейді. Осымен бұл сабақтың барлық тапсырмаларын орындадық. Пайдалы болса каналға тіркеліп кетеміз. Сау болыңыздар.